Assalamualaikum қазақ елі. Мен сіздерге бір-екі айтып кететін сөзім бар. Мысалға новости Қазақстана деп тұр. Бұл, значит, бұл Қазақстан мемлекетінің жаңалықтары ғой. Қарапсаң, жарайды, бәрі айтады, көп ұлтты біздің елде, иә. Бірақ қанша жерден ұлт көп болса да, бұл ел Қазақстан біздің қазақтардың жері ғой. Біз бұл жерде местный. Басқа ұлттардың бұл жерде местный болып есептелмейді. Олар түптің-түбіне кетеді, немесе қазақша үйренетін бәрібір. Мен бұл айта кетейін деген бұл емес. Мысалы, жаңалық орысша түссе, бүкілі орысша жазады, бүкіл қазақ. Сен қарасаң, бір-екі орыс қана көресің, болды. Неге ондайсыңдар? Мен соны түсінбеймін. Мына жерде бір орыстарға жағынып отырсыңдар ма, білмеймін енді. Мысалға, орыстар ойламайды ғой бізді. Осы қазақтар түсінсінші, қазақ сөйлейік демейді ғой. Біз нанымызды жей алмайсақ та, олар бізге жан ашып, мысалға, түсініп тұрса да, мысалға, бермейді де нанын, мысалы, қолындағы. Не қазақша да сөйлемейді. Міне жандос қазақша жазсын, қандай әдемі. Жазса болады, өз еліміздеміз. Оқитындардан қазақтар осы жерде отырады, кілең қазақтар. Қайрат, Фариза, Нұржан, Ербол, әлде мақтаныш көресіңдер осы орысша жазғанда, мен түсінбеймін. Осыған комментарий жасап кетіңіздер, неге ол сіздерге әлде абырой әкеле ме? Бұл абырой да әкелмейді, бұл мақтаныш та емес, ол мәңгүрттік сана сезім енді. Айып етпеңіздер, қатты айтсам да. Сондықтан қазақша жазуға тырысайық, құрметті қазақтар. Тіл мәселесін көтеріп жатқан тіл жанашырдың бірі боламын. Сіздер де үлес қосыңыздар, әрқашан қазақша жазып. Маған сол керек. Орыстарға жағынбайық, орыстар бізге жағынсын. Бұл жердің қожайыны біз Қазақстанның елінің жеріндегі. Бізге ғана тиесілі. Сол айтайын деген.